Төсек астына дыбыс шығармай жатқанына 15 минуттай болды. Ол өз тығылған жеріне риза болмады. Бірақ таңдау да болмады. Оның достарының бәрі ыңғайлы жерлерге жатып алған. Ал оған мынау ғана қалды. Ескі төсек асты. Бұл жерде ешкім ұйықтамайды. Ой, қап, Норман келіп қалды. Неге тез келді? Бірінші қабатты қарамады ма? Бұл төсекте қазір ешкім жатпайды. Баяғыда бұл бөлмеде Норманның атасы өмір сүрді. Ол бұл үйге балалар келген жек көріпті. Және Норманның достарын белдікпен ұратын. Ал ол шал өлген кезде бәрі тыныштады. Айтып болғанша Норман да кетті. Сосын бөлмеге біреу кірді. Бұл қадамдар оны кішкене қорқытты. Норман досына аяқ киім берді.